2012 жылдың 28 мамырында Арқан Керген шекара бекеті байланысқа шықпай кетті. Оқиға орнына келген тергеушілер 14 әскери мен қорықшының мәйіттерін табады. Әскери бекеттің өзін біреу өртеп кеткен екен. Сол кездегі президент Нұрсұлтан Назарбаев ұлттық аза тұту күнін жариялады. Болған оқиға террористік акт деп аталды. Жан-жақтан түрлі болжамдар болды. Біреулер бұны Қытай арнайы күштерінің шабуылы десе, енді біреулер бөгде ғаламшарлықтардың қатысы бар десті. Тірі қалғандар мен куәгерлерді табу мақсатымен шекара топтары ізденіске шыққан болатын. Бірнеше күннен кейін Владислав Челах есімді жігіттің табылғаны хабарланды. Осы жалғыз тірі қалған Владислав күдікті деп танылды. 18 жастағы жас жеткіншек бұндай қылмысты қалай жасағанын ешкім түсінбеді. Сондықтан адамдардың арасында қарама-қайшы пікірлер туындай бастады. Арқан Керген жергілікті елді мекендерден 3000 километр биіктікте үлкен тауда орналасқан. Қытаймен шекараға дейін арақашықтығы 12 километр жер. Ал аудан орталығы болатын Үшарал қаласымен арасында 224 километр бар. Арқан Керген тұрақты застава емес, уақытша шекара бекеті болатын. Ол белгілі уақытта қойылады екен. Алғашқы әскери қызметшілер ол жерге 4 мамырда келген болатын. Бұл осы бекетке келу үшін таулы жер болғандықтан жолдар басып қалған қардан тазаруға байланысты еді. Арқан Кергенге не аттармен, не жаяу ғана таулы жолдармен жетуге болатын. Одан бөлек тікұшақпен шатқалдар арасымен ұшып жетсе де мүмкін еді. Автокөлікпен ол жерге жету мүмкін емес болатын. Бекетте 15 әскери қызметші бар болған. Оның үшеуі келісім шарт арқылы қызмет еткен. Бір адам бекет басшысы офицер болған. Қалғандары мерзімді әскери қызметкерлер еді. Тергеу тобы шекара бекетіне 2012 жылдың 31 мамырында тікұшақпен ұшып шығып, таңғы сағат 6-да сол жерге жеткен. Сағат 6-да алғашқы тергеу әрекеті, оқиға орнын тексеру басталды. Топ қаза болғандардың мүрделерін шығара бастаған. Олар күйген болатын. Әр адамның денесінің күйу дәрежесі әртүрлі еді. Кейбіреулерінде денесінің көлемді бөлігі сақталып қалса, енді біреулерінің адам екенін тек күйіктің пішініне, күйген сүйектеріне ғана қарап білген. Құқық қорғаушылардың сөзінше, мәйіттердің арасында сот медициналық сарапшылардың жұмысына жарамды 2 мүрде ғана бар еді. Қалған мәйіттер ақ пен қара күлден тұрған екен. Владислав Челахтың атасы Владимир Челахтың ресейлік ТВ3 арнасына берген сұхбатында былай деп айтады. Егер застава 1 сағат ішінде жауап бермесе, онда кезекші тікұшақ көтеріліп, сол жерге мән-жайды білу үшін ұшу керек дейді. Шекара бекеті байланысқа 2 тәулік бойы шықпаған. Сары бөктер шекара заставасының басшысы Алексей Фоминді мән-жайды анықтағанша қызметінен шеттеткен. Сары бөктер шекара заставасында тінтулер жүргізілді. Ол жерде оқ-дәрілер табылған болатын. Алексей Фоминге оқ-дәрілерді заңсыз сақтады және шекара қызметінің тәртібін бұзды деген айып тағылды. Алексей Фомин жұртшылыққа Арқан Кергенде болған оқиға туралы нақты айта алмаймын дейді. Себебі ондағы жайттар мемлекеттік құпияны құрайтын ақпаратпен тығыз ұштасады дейді. Қайғылы оқиға болғаннан 1 апта өткен соң, жалғыз тірі қалған мерзімді әскери қызметші 19 жасар Владислав Челахты тапқан. Бұл шекара бекетінен 24 километрге кетіп, қойшының қыстауында тығылған. Тергеу тобының жетекшісі Самат Сырлыбаевтың айтуынша, Челах шекара бекетіне қарай 4 маусымда шыққан. Владислав кісі өліміне өзінің қатысы жоқ екенін айтты. Ол бекетке шабуыл жасалды деп мәлімдеген. Өзінің сол шабуылдан тірі қалған жалғыз адам екенін айтты. Владислав тұтқындалғаннан кейін 1 тәуліктен соң 15 адамды атып өлтіргендігін мойындады. Осыдан кейін оған мамасы және атасымен кездесуіне рұқсат берген. Әкесі одан кінәні неге өз мойнына алғанын сұрағанда, ол келесідей жауап берген екен. Солай жасауға тура келді. Сен де Сталинді өлтіргеніңді мойындайтын едің. Мен сендер үшін қорқамын. Владты көп адам қорғағысы келген. Оның адвокаты Серік Сәрсенов деген кісі болды. Осы адвокатты жалдаған соң Влад кінәні мойындаудан бас тартты. Тергеу небәрі 4 ай ғана болды. Сот қайғылы оқиғадан жарты жыл өткен соң басталды. Бір қызығы, Челахтың соты басқа сотпен қатар жүрді. Челахтың соты Талдықорған қалалық сотында қаралып жатқанда, әскери сотта Арқан Керген әскери бекеті бағынышты болған Сары бөктер шекара заставасын басқарған Алексей Фоминнің соты өтіп жатты. Оның ісі Челахтың ісіне қатыссыз қаралды. Челахтың екінші адвокаты Серік Естияровтың айтуынша, оқиға болған жерде күлдің арасынан шекара бекетінде болмаған қарудың оқтары табылған. Бұл 7-де 62 калибрлі гильзалар. Тергеу тобының жетекшісі Самат Сырлыбаевтың айтуынша, бұл гильзалар тердегі жерден қазылып шығарылған екен. Челахтың адвокаты Серік Сәрсенов оқиға орнында 15 емес 18 мүрде табылғандығын ресми түрде мәлімдеді. Бұл ақпаратты ол қылмыстық іс материалдарынан екенін айтқан. Ал тергеу тобының жетекшісі Самат Сырлыбаев бұл жайтты басқаша түсіндіреді. Сот медициналық сарапшылар сол жерде денелерді тексергенде олардың орнын ауыстырған екен.
Сырлыбаевтың сөзінше, дене қалдықтарын бір жерден басқасына тасымалдаған кезде түсіп қалған сүйек бөліктерін адвокат басқа адам мүшелеріне балаған болып шығады. Сотта тергеуші тергеу изоляторында жасырын орнатылған камера түсірген видеоны ұсынды. Бұл видео Владты ұстаған соң бірінші түні жазылған болатын. Онда төсекте жатқан екі адамның біреуі екіншісіне мерзімді әскери қызметшілерді қалай өлтіргендігін баяндап отырады. Владтың атасы дауыстық сараптаманы жүргізуге келгенде, тергеуші бұл сараптаманы өткізуден бас тартқандығын айтады. КТК тілшісі Виталий Ковалев Владтың кінәлі екендігіне, Владтың психологпен бір сағаттық видеосын көрген кезде көзім жетті дейді. Влад жануарларды өте жақсы көрсе керек. Психологқа сөздерінің бірінде, бұл оқиғадан маған бәрінен де иттер аянышты. Мен оларды да өлтірдім деп айтқан көрінеді. Бұл сөз тілшіні Владтың кінәлі екендігіне толықтай сендірген. Сотта түсінік бергенде, Влад барлық журналистерді залдан шығаруды талап еткен. Өз түсінігін ол қағаздан оқып отырды. 2012 жылдың желтоқсанында сот үкімін жариялады. Челаққа өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы кесілді. Ал Сары Бөктер шекара заставасының бастығы Алексей Фоминді колонияда 3 жыл өтеуге үкім шығарылды. Ол Арқан Кергендегі оқиғаға қатысы жайындағы айыптардан босатылды. Владтың адвокаты Серік Сәрсенов Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы жөніндегі комитеті арқылы сот үкіміне наразылық білдірді. Біріккен ұлттар ұйымы Қазақстанға істі қайта қарауға ұсынды. Сәрсенов 2018 жылы күрделі аурудың салдарынан қайтыс болды. Челаққа мемлекеттік адвокатты бекітті. 2019 жылдың қаңтарында Қазақстанның жоғарғы соты үкімді біржолата заңды деп таныды. Құқық қорғаушы Василий Резванның сөзінше, Челақты ұстаған кезде айтқан бірінші сөзі Арқан Керген заставасын қытайлар өртеді болған екен. КТК арнасының тілшісі Виталий Коваленконың сөзінше, Арқан Керген бекетінде болған оқиғаның бір себебі Қытай браконьерлері болуы мүмкін екен. Сол арада қызыл кітапқа енген бір топ өсімдіктер өседі. Қытайлар осындай бір өсімдіктің тамырларын теретін, дейді Виталий. Содан соң одан дәрілік зат жасайтын болған. Ал әскери қызметшілердің міндетіне дәл осындай браконьерлерді ұстап тексеру кіретін болған екен. Әскери қызметшілердің туыстары Назарбаевтың жиені есірткі тасымалын сол жерде ұйымдастырған деген нұсқаның да бар екенін айтады. Сондықтан олардың ойынша, бұның артында сол тұруы мүмкін деп ойлайды. Олар Назарбаев басында бұл оқиғаны теракт деп атаса да, ары қарай бәрі ұмтылып кеткеніне сілтейді. Одан бөлек, марқұмдардың туысқандары сол жерлерде сол күндері Болат Назарбаев өз адамдарымен шекарашы күнін тойлағандығын еске түсіреді. Қайтадан сол әскерилердің туыстары осы қайғылы оқиға болған кезде Назарбаев 28-29 мамырда Қытайға аттанып кеткенін, ал одан 2 күн бұрын 26 мамырда Қытай аспанға ракета ұшырып, сол ракетаның сынығы Қазақстан аумағына түскенін еске түсіреді. Солдаттардың жақындары сол ракета сынықтары да бекеттегі өртке себеп болса, ал Қытай тарапының адамдары сынықтарды алып кетуге келген болуы мүмкін деп те жорамалдайды.